Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тілдік бағдары төл сөз бен автор сөзімен танысатын боламыз. Автор сөзі төл сөздің кімнің сөзі екенін, кімге айтылғанын, қайда, қашан, қалай, қандай жағдайда айтылғанын білдіріп тұрады. Төл сөз бен автор сөзі деп, деді, дейді, деген, дегендей тағы басқа сөздер арқылы байланысады. Оқушылар, ережені меңгеріп болсақ, мысал келтіріп көрейікші. Қайсар, менің ауылым анау төбенің ар жағында деді. Бұл жерде көк түспен боялған автор сөзі, қызғылт сары түспен боялған төл сөз болып табылады. Еңбек түбі береке деп бекер айтпаса керек. Деп бекер айтпаса керек. Автор сөзі еңбек түбі береке төл сөз. Керекті тыныс белгілерді қойып, төл сөз бен автор сөзін ажыратып көрсетілген. Сәбит аға, осы баланың ақылын айналайын деп әрдайым мені қолдап отыратын еді. Сәбит аға сөздері автор сөзі болып табылады. Осы баланың ақылынан айналдым. Сәбит ағаның өзінің төл сөзі болып табылады. Төл сөз бір ғана сөзден тұруы мүмкін. Мұғалім маған 5 деді. Бұл жердегі төл сөз 5 деген сөз болып табылады. Сөз тіркесінен тұруы мүмкін. Өте дәмді деген еді, апам бәліштің дәмін татып. Өте дәмді төл сөз болып табылады. Бір сөйлемнен тұруы мүмкін. Айман әкесінен, әкеші маған бір қап құрт әкеп берші деп өтінген болатын. Бұл жердегі төл сөз әкеші маған бір қап құрт әкеп берші. Бірнеше сөйлемнен тұруы мүмкін. Мұғалім сабақта былай деді: мынаны көшіріп жазыңдар, сосын екінші тапсырманы орындаңдар, ережені жаттап алыңдар. Бұл жердегі төл сөз мынаны көшіріп жазыңдар, сосын екінші тапсырманы орындаңдар, ережені жаттап алыңдар төл сөз болып табылады. Жарайсыздар оқушылар. Төл сөз автор сөзінен бұрын да, кейін де, тіпті ортасында да кездесе береді екен балалар. Мысалы, мен бүгін сабақтан 5 алдым деді інім қуанып. Інім қуанып былай деді: мен бүгін сабақтан 5 алдым. Інім қуанып, мен бүгін сабақтан 5 алдым деді. Яғни оқушылар, төл сөз бұрын да, кейін де, тіпті ортасында да кездеседі екен. Назарларыңызға рахмет оқушылар.